Дерме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Менің қояным бар». Ребята, тема сегодняшнего урока «У меня есть заяц». Мақсаты жаңа сөздермен танысу, кім-не сұрағына жауап беру. Ребята, сегодня познакомимся с новыми словами и научимся отвечать на вопросы «кто», «что». Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: аю, медведь, қоян, заяц, адам, человек, қатар, ряд. Балалар, қайталаймыз. Ребята, чтобы произносить правильно, повторяйте. Аю, қоян, адам, қатар. Жарайсыңдар, балалар. Жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Келесі оқылым тапсырмасы. Мына мәтінді бірге оқиық. Ребята, давайте прочитаем этот текст вместе. Менің ойыншығым көп. Менің ойыншықтарым екі қатарда тұр. Бірінші қатарда 5 қуыршағым тұр. Қуыршақ қатты. Екінші қатарда жұмсақ ойыншықтарым тұр. Олар қоян, аю, күшік. Ребята, обратите на новые слова в тексте и как они используются. Потом самостоятельно прочитайте текст вместе с переводом. Келесі сұрақтарға жауап айт. Следующее задание: нужно устно ответить на вопросы. Ол үшін үлгі берілген. Сперва образец. Бұл не? Что это? Бұл қуыршақ. Это кукла. Қуыршақ қандай? Кукла какая? Қуыршақ үлкен. Кукла большая. Дұрыс. То есть на вопрос «не» мы ответили «қуыршақ». Келесі. Бұл кім? Кто это? Бұл әже. Это бабушка. Әже қандай? Бабушка какая? Әже жақсы. Бабушка хорошая. То есть на вопрос «кім» мы ответили «әже». Жақсы, ребята, вам нужно будет ответить на эти вопросы по картинке. Задание устное. Келесі тапсырма есте сақта. Запомни. Кім сұрағы тек адамдарға қойылады, ал не сұрағы заттар, жан-жануар, өсімдіктер, тағы басқаларға қойылады. Ребята, в казахском языке вопрос «кто», кім, задаем относительно к людям. А вопрос «не», то есть «что», задается к животным, к растениям и к остальным предметам. Мысалы, например, кім? Она, ата, бала, әлібек. То есть кто? Мама, дедушка, мальчик, әлібек. Ал не сұрағына мәшине, мысық, қоян, кітап. На вопрос «не» это машина, кошка, заяц, книга. Түсінікті ме? То есть в казахском языке к животным мы задаем вопрос «не». Түсінікті болса, на тапсырманы орындайық. Кестені толтырып жаз. Ребята, вам нужно будет заполнить эту таблицу. То есть вам нужно подобрать несколько слов к вопросу «кім», «кто» и несколько слов к вопросу «не», «что». Это задание письменное, выполняйте в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.